Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай керемет, дәмді, ерекше қазанда нан пісіретін боламыз. Ең алдымен жылы суымызға бір ас қасық ашытқы дрожжымызды салып, және бір ас қасық қантымызды салып, араластырып 5 минутқа қойып қоямыз. Енді ыдысымызға ұнымызды дайындап аламыз. Жаңағы дайын болған ашытқымызды құямыз. Бір ас қасық тұзымызды саламыз. Кішкене сұйық май құямыз. Жақсылап араластырып, енді нанын илейтін боламыз. Міне бізде осындай нан шықты. Оған кішкене тағы да сұйық май қосып еліп жібереміз. Сонда нанымыз жақсы болады. Енді жылы жерге бетін жауып 1-1,5 сағатқа қойып қоямыз. Міне біздің нанымыз көтерілді. Енді осы нанды екіге бөлеміз. 2 нан шығатын болады. Әр қайсысын осылай домалақтап, тағы да бір 10 минутқа қоямыз. Ол 10 минут бойы тұрам дегенше қазанымызды ысытып қоямыз. Ол үшін қазанның қақпағын және қазанның көзін астына от жағып қоямыз. Қазанның асты күйіп кетпеу үшін бір уыс тұз салып қоямыз. Енді нанымызды дәл осы видеодағыдай етіп, жан-жағын жайып дайындап қоямыз. Нанды теріс аударып, астыңғы жағын жұмыртқаның ақуызымен жағамыз, ақуызын. Және ысып тұрған қазанның қақпағына бірден жабыстырамыз, сонда ол жабысып қалады ыстық қақпаққа. Сосын бетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Және әсемдік үшін күнжіт себеміз. Енді ысып тұрған қазанымызға осылай қақпағын толықтай жабамыз. Ол құлап кетпейді, қорықпаңыздар. Орташа отта 25-30 минуттай піседі. Міне достар, біздің қазан нанымыз дайын болды. Өте жақсы болып пісіп шықты. Міне қазанның асты күйген жоқ, сіздерге көрсетейін. Тұз сепсеңіздер, қазанның асты күймейді. Енді бұл нанымызды астын осылай пышақпен өстіп шығарып аламыз, түсіріп аламыз қақпақтан. Міне достар, қараңыздар, осындай керемет дәмді, жұмсақ нанымыз дайын болды. Видеоны толық қарағандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Сіздермен болған Айжан ханым.